қанша балық ең соңында мына лескаға қарап тұрады деген сұрақ қойылған екен. Енді не істейміз? Лескаға қарай қарап тұрған балықтардың санын санау керек. Соңынан бастайық. 1, 2, 3, 4, 5 және 6. Сонда 6 болады. Келесі. Если правильно сложить кусочки, получится пример. Какой в нем ответ дейді. Енді қараймыз. Мына 3-ке қарасақ, 3-тің екі жағында да мынандай тесігі бар. Яғни екі жағында сан болады, немесе бір амал қосылуы мүмкін деген сөз. Енді 2-ге қараймыз. 2-нің оң жағында тұр. Яғни оның оң жағына бір белгілі бір амал немесе сан қосылады деген сөз. Енді 1-ге қараймыз. 1-дің шеті ешқандай тесігі жоқ, яғни бұл бірінші тұрады деген сөз. Ал 2-нің мына оң жағын қараймыз, ол да тегіс. Яғни бірінші 1 тұрады екен. Содан кейін 1-ден кейін 2 тұру мүмкін бе? Жоқ, себебі 2 тұрса, оған кейін жалғайтын пазл жоқ. Сондықтан 3-ті қояды екенбіз. Міне 1 болды, 3 болды. Одан кейін 2-ні қойсақ бола ма? Жоқ, аяқталмай қалады. Қосуды қоямыз. Қосу. Сосын барып 2-ні қоямыз. Сонда қандай өрнек шықты? 13 қосу 2. Ол 15 болады. 15-ті белгілейміз. Алла рисует солнце, что из этого часть ее рисунка дейді. Ал қараймыз. Бірінші асын қараймыз. 2 мынандай қара шуақ, немесе сәуле десек болады. 2 ақ. Осындай болып тұрған бар мекен қараймыз. Қара, оның қасында 2 ақ жоқ, кездескен жоқ. Келесі 1 ұзын қара, сосын сұр орташа, қысқа ақ, қайтадан қара ұзын. Ал бұндай кездескен жер бар мекен қараймыз. Міне ұзын, сұр орташа, ақ қысқа, сосын қайтадан қара ұзын. Яғни мынау келуі мүмкін. Келесі высын қарайық. Сұр, қара, сұр, ақ. Сұр, қара, сұр, ақ. Жоқ, бұл келмейді. Келесі қара, 2 ақ. Қараның қасында 2 ақ келуі мүмкін екен, бірақ одан кейін бірден қара болып кететін жағдай жоқ. Сондықтан бұл да болмайды. Келесі 2 ақ, 1 қара ұзын дейді. 2 ақ, 1 қара ұзын, сосын 1 ақ болу керек. Жоқ. Тағы да қарайық. Жоқ, бұл да келмейді. Сонда бізге дұрыс варианты Б варианты.